Аға, міне тағы да оқырмандармен біздің өтінішімізбен тағы бір жүздесудің орайы келіп тұр. Бұл жерде енді каналға аяқ астынан кіріп алып, Ақсарбас іліміне еш қатысы жоқ, өз теориясын, өз ілімін тықпалайтын адамдар туралы әңгіме болмақ. Бұл жерде түнде осындай бір жазба болды. Яғни домбыра, қобыз, қазақтың музыкалық аспаптарын өзінше зерттеп, бір теория ұсынған және ар ілімі туралы өз жазбаларын шығыс философиясымен сабақтастырып, оқырманға ұсынған бір оқырман болды. Бірақ бұған енді ешкім пікір жаза алған жоқ, өйткені көбінің бұны түсінуге білімі жетпеуі де мүмкін. Содан кейін бірдеңе жазсам, жұртқа күлкі болармын дегенде қауіптеніп отырған адамдар бар шығар. Бірақ бұл пікірге лайк басқандардың дұрыс бағыттағы адамдар емес екені көрініп тұрды. Осы туралы не айтасыз аға? Мынау енді аты жоқ, Н деген азамат үлкен несін жіберіпті. Бірінші исламға сенеді екен, кейін Ари деген топқа мүше болған екен. Сол топтардың идеясын енді кіргізіп жатыр біздің чат арқасында. Сонда оның миды бұрғаны, нағыз күрделі статья қазақ үйінің 7 мағынасы деген. Содан кейін центрлердің қандай жұмыстар істегенін жасырында білім кіргізеді сезімге. Сонда оның бірінші деңгейде тұрған дауылпаз, от белгісі. От шығарады. Түкке жарамайтын инструменттер, оған ешқандай шеберлік керек жоқ. Оны тепер бала ойнауға болады, маймыл ойнауға болады. Дауылпаз немен барабан соғып. От белгісі дейді. Екіншісі қобыз жер белгісі. Жерге тастады біздің қобызда. Үшіншіден сыбызғы су белгісі. Ал төртіншісі біздің домбырамыз. Ауа белгісі, жел белгісі, бәрін шатастырған, әдейі шатастырып жатыр сонда. Сонда менің кітабымды, Ақсарбас кітабын оқысаңдар, 7-ші тарауда. Сонда қобыз от центрін жағады, мынау центрда, от центр жағады. Ал сыбызғы жүректің центрін жағады. Төртінші. Ал домбыра 5-ші центрін ашады, есікті ашады домбыра. Бар центрге де әсер жетеді, төменнен бастап, мынаған жететін есікті ашатын, басқа есікті ашатын. Ол жалғыз домбыра. Басқа инструменттердің күші жоқ. 2 шекті домбыра, 3 шекті емес, 2 шекті домбыра, тәп адамның отырған несі, порымы. Содан, мынаның бәрі шатастырғаны, домбыра ауысып кетті, сыбызғы су болып кетті. Сыбызғы ол жүректің ашатын инструмент. Соның бәрін шатастырғаны әдейі істеген. Адамның сезімін бұзу. Бұрып жіберу. Жақсы сөзбен, ақылдағы сөздермен, саусақтарды бәрін санап берді, бәрін. Көп Индияның түсініктерін шығарды. Оған бәрі де сүзген, оған қосылған тағында бір азамат шықты. Ж деген. Тап соның көшірмесін бір сөз айтпай, қайтадан қойды. Ол уже прием. Қабылдадым деген. Қабылдадым, қайтару. Қайтару, сезімге қайтару. Тағында үңіліп оқиды, сезімде қалады. Ол екінші адам жақтап жатыр оны. Оның бәрі де... Сол жақтаған адамға сосын бір жүн сақал қойып қойған. Сөйтіп, оны өздерін мақтап, адамдардың сезімін бұзу деген мақсат. Оған қарағанда, анау молдалар, Али деген молда, ол жақсы адам. Ол ашықтан ашық жау. Оған жабылғанда мен сонда риза болдым. Қалғы бәрді жабылып, оны әбден жерге түсіріп, сөйтіп. Амнаған алданып қалды. Қазақтың сөзімен айтады. Әдеттерімен айтады, бірақ асында Индияның әдеті жатыр, Индияның артында ислам жатыр. Жалған не болып.
Сөйтіп, сол сезімнен сақ болыңдар. Сенбеңдер қашанда. Кітаптарыңыз бар. Оның бәрінде мен бәрін зерттеген, бәр осындай қылықтарға жауаптары бар ішінде. Әсіресе екінші тарау, дейіз деген Ақсарбаз, жетінші тарау, қазақ музыкасының 7 мағынасы. 7 мағынасының қазақ музыкасының бәр әлем жақтады. Осы күнге шейін 98 жылда мен Құрмағызының юбилейінде осы әлем жиналған неде доклад жасадым. Содан кейін домбыра кетті, зымырап кетті. Қарсылас бір жақтастан болды, Мәскеуден, Украинадан, Белоруссиядан ғалымдар оны бәрін жақтады дұрыс деп. Ал енді мынаулардың енді қылықтары, енді күлкі. Оны қарсыда болу керек, оны күлу керек. Күліп, жауып тастау керек и алып тастау керек жаттан. Миын уламасын адамдардың.